Сөп сүйкімді келіндерім, бүгін ұлттық киім күні. Бұл жай күні емес қарақтарым. Бұл күні қазақ халқының салт дәстүрін, әдет ғұрпын, барлығын өзімізге ең қымбатты бұл қазағымыздың дүниесін дәріптейтін ерекше күн. Қазағымыздың шапаны, сәукелесі, көйлегі, камзолы бұл әрдайым біз үшін бағалы, қасиетті киелі дүниелер. Қай қазақтың үйінде болмасын, қазіргі таңда да керемет қазағымыздың оюлы шапаны, керемет ою өрнекті камзолы, әдемі әшекейлеріміз барлығымыздың да үйімізден табылады. Ол міндетті түрде біздің үйіміздің бір бөлшегі дүниесіне де айналуы керек. Сондықтан бұл күндері қыздарым айналайындар, барлығымыз үнемі осылай әдемі ою өрнекті киімдерімізді дәріптеу мақсатында және кішкентай бүлдіршіндеріміз де бізге қарап үлгі өнеге алу үшін өйстіп өзіміздің әдемі қазақилығымызды үнемі көрсетіп жүруіміз керек қарақтарым. Ешқашанда қазақы оюы бар киімімізді, бас киімімізді, немесе кез келген киімімізді аяқ асты етуші болмаңдар. Үнемі биік ұстап, қазақ екенімізді, қазақы өнегелі осындай біздің қазақ халқының дәстүрінің бір бөлшегі екенін үнемі көрсетіп жүруіміз керек. Үнемі жоғарыда көрінуі керек қарақтарым. Ешқашан қолдарынан күміс білезіктерің, күміс жүзіктерің біздің оюлы түспесін. Ондай күміс жүзігі бар, күміс білезігі жоқ қолдан ешқашан қазақ халқы шай ішіп тамақ жемеген. Сондықтан балаларым, қыздарым айналайын, бұл жай дүние емес, бұл керемет күн. Қазақ халқының бір ұлы мерекелерінің бірі десек те болады. Ал барлығымызға бүгінгі ұлттық киім күні құтты болсын қарақтарым. Әрдайым осылай жарқырап, мерекелі де берекелі күйде, көңіл күйде жүре берейік айналайындарым. Көрмегелі